Сәлем баршаңызға, мені сүйіп қарайтын оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі қатпарлы болып шығатын үлкен көлемдегі круассандарды жасайтын боламыз. Ең сәтті рецепттердің бірі, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге ең әуелі жылы су қажет болады, және де жылы сүт. Екеуін де бір стаканнан қосамыз, және де қант, содан соң тұз, ашытқыны салып, араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа жылы жерге қалдырып қоятын боламыз. Бізде ашытқымыз көтеріліп, әдемі қамыр болады сонда. Қақпағын жауып 10-15 минутқа қалдырдық. Біздің ашытқымыз кішкене көтеріліп тұр, қараңыздар. Енді осының үстінен міндетті түрде ұн илегішпен өткізілген ұнды салыңыздар. Сонда жасаған булочка болсын, круассандар болсын, кез келген нәрсені ұн илегіштен өткізіп қоссаңыздар, жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Қолға жабысатындай қамыр болады. Онда керегінше салыңыздар, кішкене жұмсақ етіп илемізде. Қақпағын жауып, тағы да 1 сағатқа қалдырып қоямыз. 1 сағаттың ішінде біздің қамырымыз көтеріледі. Енді осы қамырымызды бөлшектерге бөлетін боламыз. Мен 7 бөлшекке бөлдім. Қамырымыз кішкене жұмсақтау болған соң қолға кішкене жабысады. Ұнды көп қолданбаймыз. Қатты жабысып жатса, кішкене ұн қолдануға болады. 7 бөлікке бөліп, дөңгелектетіп шығатын боламыз. Барлығын дөңгелетіп алып, қазір жаюға кірісетін боламыз. Біздің қамырымыз орташа болу керек, қалыңда емес, жұқада емес, орташа етіп жайып шығатын боламыз. Өте тез әрі оңай жайылады, өйткені жұмсақ қамыр болған соң, және де үлкен етіп жаюдың қажет жоқ, орташа етіп жайып болған соң, үстінен үй температурасындағы сармайды жағатын боламыз. Бұл ертілген сармайды жақпаңыздар, үй температурасында еріп тұрған сармайды жағыңыздар. Егер сіздер еріп кеткен жаңағы ертілген сармайды жақсаңыздар, қамыр жайған кезде сізге қиындық туғызатын болады. Сол себепті жаңағыда үй температурасындағы әбден еріп тұрған сармайды қосыңыздар. Барлық қамырларды үстін осылай қойып, үстінен сармайымызды жағып, дәл осылай барлығын жалғастыратын боламыз. Сармайды мүмкіндігінше 72%-дан жоғары пайыздық сармайды қолдансаңыздар, қатпарлығы өте әдемі әрі жұмсақ болып шығады. Ол жұмсақ болып шығу осы сармайға да байланысты. Маргарин қолдануға кеңес бермеймін, сол себепті 72%-дан жоғары сармайды қолдансаңыздар болады. Міне барлығын дәл осылай жалғастыра отырып, ең соңғы қабатына біз сармай жақпаймыз. Өйткені бізге қазір қамыр жайған кезде кедергі туғызады. Сол себепті ең соңғы қамырды қойып, қолымызбен кішкене жайып аламыз, икемге келтіріп, содан соң оқтаудың көмегімен үлкен етіп жайып шығатын боламыз. Бізде үлкен круассандар болады, сол себепті үлкен етіп жайып алдым. Және де дәл видеодағыдай пышақтың көмегімен 3 бұрышты етіп кесіп шығатын боламыз. Барлығын теңдей бөліп шығыңыздар. Менде 16 дана шықты дәл осы рецепт бойынша. Менің сүйікті көрермендерім каналымның дамуына үлес қосып, әр видеом шыққан кезде лайк басып, егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрқайсыңыздың пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды, және де маған кереметтей қолдау береді. Егер сіздерден қолдау керемет болса, менен үнемі жиі күшті рецепттер шығатын болады. Міне дәл осылай қамырдың барлығын кесіп болған соң, ішіне шоколадты осылай орап салсаңыздар да болады. Егер шоколад болмаса, үйіңізде қою варенканы қоссаңыздар болады. Егер сіздер сұйықтау варенканы қолдансаңыздар, ақып кетуі мүмкін. Дәл осылай видеодағыдай орап шығатын боламыз барлығын. Және де противенге арнайы осындай мен пергаментті қағазын төсейтін боламын. Егер сіздерде қағаз болмаса, астын майласаңыздар болады. Міне барлығын орналастырып болған соң, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, дәл осы сәтте пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Шамамен 180 градуста бізде 30 минуттың шамасында пісетін болады. Ол енді пешіңіздің ыңғайына қарай.
осылай бетіне жұмыртқаны жағып, үстін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа тағы да қалдырып қойсаңыздар, круассандарыңыз одан сайын биік әрі үлпілдек болып шығады. Міне менің круассандарым дайын. Қараңыздар, өте биік әрі өте жұмсақ болып шықты. Мен балаларыма өте қатты ұнады. Таңғы асқа немесе бестің шайына ұсынсаңыздар тіптен керемет болып шығады. Қараңыздар, қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Өте жұмсақ болып шыққан. Арасы осындай қатпарлы болып шығады. Егер видео ұнап жатса, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.